көрермен, бүгін бізде қонақта Айнұр. Сіздер сағынған, сіздер күткен біздің қатысушымыз. Қалайсыз? Рахмет, жақсымыз. Қайырлы күн Қосай оқырмандарына. Мен де сіздерді өте сағындым. Сағынып, студия өзгеріпті, жаңашылдықтар болыпты, өте әдемі барлығы. Және де бүгінгі Елдар мен Есбелдің тойы құтты болсын. Сіз жігіт таптыңыз ба? Біздің бір қатысушымызбен TikTok түсіретініңіз бар екен. Я сұрайды, елдер сұрайды соң бітсе. Сұранады өздері. Сұранысқа иемін сондай десе. Сондай болып тұрды. Бұлай артық ештеңе жоқ па? Негізі көрмедіңіз бе? Қалай? Қалай? Жоқ, енді, в общем, былай ғой енді. Дос ретінде қараймын барлығына. Барлығына сыйластықпен деген сияқты ғой. Диора, қалыңыз қалай? Ой, керемет. Қосылайықты Сағынып қалдыңыз ба? Әп-әдемі болып келіп тұрсыз. Кезінде Эльдар негізі сізге бір гүлін беріп танытып еді. Сол гүл андай болды ғой, тема болды ғой. Бәрі гүлмен келмедің ба? Хризантема келмедің ба? Енді тойларына келіп тұрсыз. Қалай сезім? Ну, я рада за него. Енді подаркасыз келдім. Есбелі молодец. Мен өзі көріп жүрмін, той болды. Мешітке барып келді, я рада за них. Бақыт тілеймін оларға. И шақырғандарыңызға рахмет, Қосылайдың бәрін сағынып қалыппын. Өзгерді ма студия? Өте керемет, мне нравится. Особенно пол. Сіз жігіт таптыңыз ба? Нет. Нет? Ну, не получается пока. Таппадым. Маған высокий табылу керек, наверное. Бізге үміткер болып келсеңізші. Подумаем, көреміз. Жаңа біздің краш жігітіміз Расул келіп қалды. Қалайсыз? Ассалаумағалейкум баршаға. Қайырлы күн. Жақсы, күшті, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, сағындыңыз ба? Сағындық, сағынады екенсің. Іште қатысушы болып жүрген кезде кішкене білінбейтін еді. Бірақ сыртқа кеткеннен кейін бәрібір андай көше шыққан жерің болғаннан кейін Расул краш еленгеннен кейін кішкене сағынып ыстық тартады екен өзіне. Енді биыл кім краш болады деп ойлап тұрсыз? Енді ол жағын қазір айту көрген болса. Біздің қыздарды көрдіңіз ба? Бір эфир басталғанға дейін бір қыздың қасынан шықпай соны байқап қалып едім. Байқап қойдыңыз, иә? Байқамайды деп ойлап қалып едім. Бәрін сөйтіп алқа болып айтып берсең, барлығы жақсы, өздеріңізде қалай жалпы негізі? Сөйтіп теманы жаба саламыз ба? Жарайды, Эльдар мен Есбеліге бір тілек болса? Шайқалмас шаңырақ тілеймін. Құрметті көрермен, бізде қонақта Әсем мен Әділет. Қалайсыздар? Индиядан келгендеріңізге бір 2-3 күн ғана болды, қалай жеттіңіздер, қалай? Әсем танысты, екеуі күшті подружка болып, мен күйеу бала сияқты болдым. Көбісі жатып жатыр, Қосаяқтың көрермендері көбінесе айтады да, енесімен кейін ұқсайды екен дейді. Иә, қатты ұқсайды екен. Жақсы, біздер естіп жатырық. Анамыз жағдайы жақсы, өте күшті, тойға келіп қалдық Есбел мен Эльдардың. Бақытты болсын. Әсем анасымен танысқан кезде қандай сезім болды? Білмеймін, андай қобалжу ештеңке болған жоқ менде. Күшті таныстық. Менен өте күшті кісі. Майысып қаласың ғой, бірінші танысқан кезде. Несібелінің шашбауын көтеріп, құрбылары, туған сіңілісі келіп жетті. Қалайсыздар? Эльдар сізге танысқан кезде, бірінші танысқаныңызда қандай бір әсер қалдырды? Ең басында маған жаман негатив айтты ол негізі. Типа, үлкен, сен сестренкің ба? Үлкен көрінеді екенсің деген сияқты ол айтты. Расысымен ренжіп қалды оған. Келесі көрген кезде ол білмей қалған ғой. Дұрыс байқамай қалған. Кешірім сұрап, сонымен ең басында жаман әсер қалдырды. Содан кейін жақсы болып кетті бәрі. Бірден ред флаг дедіңіз ғой? Иә, ред флаг дедім басында негізі, бірақ қазір күшті. Сізге ше? Иә, барлықтарыңызға қайырлы күн. Жалпы Эльдарды білмеймін, андай эфирде бұрын қараймыз ғой, енді Қосаяқты көріп жүргеннен кейін жас бала көретін еді да бір. Біздің енді Есбел салмақты сондай қыз болғаннан кейін тең көрген жоқпыз басында. Но потом Есбел келгеннен кейін резко есейген сияқты. Сәтәулет. Не тығылып жатсыңдар? Мен жеп кетуі ғой ондай. Қалай сөзіңіз? Қалайсыз? Жақсы, Аллаға шүкір. Бізді көп сағындырмай келетін болыпсыз, Шақыра бермеңдерші, бәрі айтады. Жоға, ойнап айтып отырмын. Қайта біз сізді сағынамыз, сол үшін шақырамыз ғой. Халық сағынады. Мені точно ма? Конечно. Біздің ханзадасыз ғой. Қалайсыз жалпы? Эльдар мен Несібеліге 1-2 сөз тілек болсам?
елдермен несібеліге тек қана жақсылық тілеймін. Аллах тағала көрер күндерін жарық етіп, өсіріп отырған ұл қыздарының қызығын көре берсін. Артымыздан ерген інішек қарындастарымыз көп болсын. Екеуі өмірлі шүбірлі бақытты болсын. Осы сәтте табысқанына қуаныштымын. бір көріп үлгі алып жатсыз ба Эльдардан? Иә, Қашан енді өзіңіз? үлгі алдым, үйлену керек екен деген. Мен бұйырса келесі жылға деп тұрмын. Бір көз тоярлықтай көрініс болып жатыр, иә? Иә, өте әдемі, освещение, оформление бәрі күшті әдемі. Сол үшін Көптен бері көрмеген біздің Али, қалайсыз? Сізді негізі бір қыз айырылысқан кезде ғана көретін едік. Білемін, ол да келмей қалды, енді мен де келмей қалдым. Өте қуаныштымын. Студия кәдімгі өзгерген. Сізде не жаңалық бар? Менде қазірше жаңалық жоқ. Келе жатармыз, көрерміз оны. Қазірше бірақ жұмыс тіршілік келеді. Бір-екі тілек болса? Тілек дегенде жастар бақытты болсын, жастар бізге де жұмысты болсын. Ұстасқан қолдары ешқашан ажырамасын. Қостайықта тойдан тойға үлесе берсін, бізге де жұмысты болсын. Студия өзгерді ма? Студия кәдімгідей өзгеріп кеткен. Ұнап тұр ма? Бұрынғы вообще әдемі болып кеткен студия қазір вообще. Мен бір түрлі сезініп отырмын, өзім болып жатырмын кәдімгідей. Кем болып кеткен ба бір нәрсе. Ал сіздерге де жұғысты болсын, иә? Бізге де жұмысты болсын. Оразғали, қалайсыз? Қалайсыздар, жақсыздар ма? Жақсы, келіп қалыпсыз. Келдік енді. Тойға қуанышқа ортақтаспасақ, қашан не нәрсеге ортақтасамыз басқа. Өзіңізде не жаңалық? Жаңа жоқ тыныш, әлі бойдақпын. Әлі ойдасыз. Енді бір қыз бар ма? Сыртта ма? Сыртта жоқ. Сыртта жоқ па? Бір-екі тілек болса? Бүгінгі енді менің досымның өмір бойына жар таңдап, қателеспей осы жолды таңдап той болып жатқанына өте қуаныштымын. Бақытты болсын, Алланың назарында, бақыттың назарында болсын. Даладай көңілмен, даладай дастархан жайып беріп жатқанына бізге үлкен алғыс, құтты болсын. Сіздерге жұмысты болсын. Бізге жұмысты болсын. Видео түсіріп жатырмын. Құдай. Көрінген сенің. Осындай Несібелінің әдемі. Осындай әдемі қыздары мен ұлдары бар. Қандай? Қалайсыздар? Біз Несібелмен Эльдардың тойына эфирге келіп қалдық, қонақ болып. Үстімдегі көлікті. Всем привет, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Ал бүгін біздің үлкен тойымыз. Соған макияжға келді. Кім келді қараңыздар? Нұр Ахмет қызы Ақтаудан келді. Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін бізде той, Эльдар мен Несібелінің тойы. Бүгін бізде қонақтар өте көп. Бұрынғы өзімізбен бірге отырған қатысушылардың барлығы бар. Мына жерде бірінші қонақ, Бәкен келді. Бүгін 14-і Евразия арнасын жіберіп алмаңыздар. Бәкеңнің биін көргілеміз келсе. Деп қоясын жаңа. Мысалы биші қайтып оралды, мына жақта кәдім. Мына Алиді қайдан тауып алдың? Көреміз. Мына кісі бар. Досым, айналайын, қош келдің. Рахмет. Значит, Айнұр бар. Упа шаршамайды. Упа қасыңда. Упа шаршамайды. Яқта Жакен бар, үшін өзіміз жинал. Күн, қайырлы күн. Қалайсыздар, бүгін бізде той, бүгін бізде қуаныш. Бұл қуанышпен қоймай тағы да көз қуаныштар келіп жатыр міне. Ассалаумағалейкум. Стиль таза аралский ғой. Бұл менің жиенім. Кімді көрсетесің? Кеншің? Айналайын. Қалай келім ала, жақсың ба өзің амансың? Сәлем бермей ма? Сәлем бермейді. Сәлем бермеймін ғой, кішкентай ғой жоқ, аралский сәлем еш, аралский. Аралский көрсетіп. Аралский. Мен мына сондай ғой. Аралский. Қалай ол Аралский? Бұл емес пе? Үйретсең? Міне. Әне. Былай ма? Малайш, бақытты бол айналайын. Осылай. Всем привет, бүгін мен королеваға отырмын, прям отдельно. Кім дейді? Королева. Оқымай. Я для тебя королева, я для тебя львица, остальные все курицы и курицы. Болды, айтпа, ашан айтпа. Екеніз бүгін мөлдіреп тұрмыз. Я. Осылар енді шынымен көз қуаныштарымыз көбейіп жатыр шынымен де. Мен мына жігітті көргеніме қуаныштымын. Ассалаумағалейкум, мен де қуаныштым бауырым сені көргеніме. Ат терлеп келіп қалдық енді. Аделе деп? Ат терлеп. Шошып кеттің ба? Мына бөлеге. Өз дейді ғой, бір адам ұқсап сөйлейін десің. Қалайсыз ба? Ел бекзаттың дауысы шыға бастапты деп қоямын. Досым келді, менің досым. Сол кетіп қуантып еді.
білмеймін қайтып келіп алыпты Келіп қалдық енді тойға. біздің ашына қылмайсың демеші екен Өздерің неғып ұйымдастырмайсыңдар әлішерге, например. Доссыңдар ғой. Дос деп қақсағанда бір бәле дейсіңдер. болды қойшы басын қатырмашы жандар бүгін бидің түбін түсірейін деп мәке келді қай камераға қараймыз өмірінде бидің камера келмеген шығар бұл кісіге не деген